Сәлем қыздар, бүгін тағы да хит салаттардың бірін бірге жасайтын боламыз. Ол үшін бізге балғын көкөністерден қырыққабат, қияр қызанақ, сарымсақ, укроп, кинза, жүгері және майонез қажет. Салатты қырыққабатты тураудан бастаймыз. Қырыққабатты жіңішке етіп турауымыз қажет. Соңғы кездері біздің дүкендегі қырыққабаттар осындай кішкентай қырыққабаттар. Негізі үлкен қырыққабаттың үсткі қабаттарын ғана турасаңыз өте әдемі болып шығады салатыңыз. Негізі қиярды қабығымен турасаңыз әдемі, бірақ менде қабығы қатты екен, сондықтан қабығын алып тастадым. Қиярды да ұзынша етіп турап аламыз жіңішкелеп. Мен бұл салатты свежий салат деп атадым, өйткені барлық заттары свежий болу қажет. Бұл салат дәмді бола қоймай, әрі пайдалы. Өйткені қырыққабатты шекі күйі жеу керек деп айтады ғой. Өте пайдалы салат. Рецепті сақтап алып, міндетті түрде жасап көріңіз. Тамақтан бұрын салатыңыз таусылып кетуіне сенімдімін. Қызанақтың тек қатты жерін тураймыз. Етті жерлерін осылай ұзыншалап турап аламыз. Байқаған болсаңыздар, қырыққабат, қияр, қызанақ бірдей мөлшерде қосылып жатыр. Сарымсақты да осылай ұзынша етіп майдалап турап шығамыз. Сарымсақ осындай үлкен болса, біреу жетеді. Егер кішкентай болса, екі теше қосқандарыңыз дұрыс. Байқасаңыздар, салат өте оңай. Чайларыңыз қайнағанша да дайын болатын салат. Бір жасағаннан шығады, ешқандай қиындығы жоқ. Кинза укробымызды майдалап турап қосып, жүгерінің жартысын қосамыз. Осы аз ғана заттардан осыншама салат шықты. Енді ең соңғы ингредиентіміз майонезді қосамыз. Қасық ұшында аз ғана тұз саламыз. Салатқа қосылатын заттар өте қарапайым. Көбісі тоңазытқышыңыздан табылатын заттар. Салатымыз дайын болды. Жақсылап араластырып, ыдысыңызға салып дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Рецепті ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Рецепті сақтап алып, міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздермен болған қаламқас ас болсын.